Мені де сықырып алу. Мама, мен сием. Қайдағы сен? Ят емес пе? Мама, қысылып баратса менді қалай айтам? Ысқырып алайын деп айт, ысқырып алайын. Мама, онда барып ысқырып алайыншы, я? Жарайды, бара ғой, ана іште горшогың тұр. Түн ортасында. Папа, бап дейм. Ойбай, атан әбек не болды? Ысқырғым кеп тұршы. Қой, мамаң ұйықтап отыр, ысқырма. Папа, енді ысқырғым кеп тұр, ысқырып алайыншы. Қатты ысқырғың кеп тұр ма не? Қатты ысқырғым кеп тұр. Жарайды, сен ақырын ысқыр, жарай ма? Қатты емес. Құлағыма ысқырсайшы, ақырын. Жарайды. Нау енді жосқа кетті, беттің әрі су. Мен және де көгілдір аға инстаграмға тіркеліп кетілерші. Жотам жатлақ несі отсын? Сол, чупа-чуп сорып. Ондай мағынада емес. Жатсыз. Әкел, жарайды, бір жалайшы. Мә? Ойбай, Құдай сақтасын. Мен жалайшы дедің ғой өзің. Мен чупа-чупсты айтып отыр. Мә? Мә. Мам! Мұнда не болып жатыр? Көгілдірігі биік чупа-чупсын жей қойды. Ойлан, мына оқтауды көтіңе тығайын ба, әлде мынаумен сік түсірейін ба? Может, келісеміз? Отақ ма? Жарайды, мынау да пойдет. О май гарбл! Сенің роднойың. Алло, Маша, бүгін мен туған күнім ғой. Мама. Сенің роднойың. Алло, Маша, Мама мен папа. ғой. Келесі ма маған? Чатпас басында оқпаш, мен көре алмаймын. Занятпын мен. Той, тағы кім бар еді? Мұрынбоқ. Алло, Мұрынбоқ, сен менің туған күніме келесің ба? Алло, жоқ, мен келе алмаймын. Басында Екі алып қалған кезде. Қайбай сен? Ана күнделіктегі екілер қайдан шыққан? Мам, енді ол қазақ тілі ғой. Мен сенің мына оқуын үшін ақша төлеп жатырмын. Теңгемен долларлап салу керек еді. Енді не істейміз? Жұмыс істейміз. Ана қателермен ба? Жоқ, ЖКС донерде. Сен біздің отбасымызды ұятқа қалдырып жатсың. Мен ғана па? Папа да жүр ғой, әлде ұятсыз тұрсы мен подъезде. Не басыңға тісте кетті деп ойлайсың ба? Иә. Қазақстанның астанасы. Біз әлі Қазақстанға да жеткен жоқпыз. Балам кішкене өсу керек, есалаң сияқты жүре бермей. Мен не сонда папа сияқты тұрсымен жүрейін ба подъезде? Сен қалай сөйлесесің мамамен? Ақылын сөйлесу керек. Сыйластықпен. Кешірші, пожалуйста. Ана екіні түсейсің ба? Я штрихпен түй салам. Мектепте